Адалдық адам мінезіндегі бағалы қасиеттердің бірі. Адалдық әрбір адамның өмірдегі тәрбиесіне, оқып білім алуы мен адал еңбектену кезінде қалыптасады. Адалдық ол адамның абырой атағын арттыратын ізгі қасиеттердің бірі. Олай болса, ондай ізгі қасиеттер қалыптасу үшін адам бір-бірімен мейірман болу керек, ақылды, шыншыл, қайырымды болу керек. Сонда ғана адамгершілік қасиеттер қалыптасады. Адал дос дегеніміз не болды? Адал дос дегеніміз өтірік айтпайтын, шындықты үнемі жақтап жүретін, досын ешқашанда ұятқа қалдырмайтын, барлық уақытта қол ұшын беретін нағыз жолдасты айтамыз. Олай болса, осындай адал дос болыңыздар. Осындай адал достық қалыптасу үшін әрдайым сіздер әдепті, сыпайы болуға, алдыңыздағы кезіккен адамдармен амандасуды, кешірім сұрауды, өтінемін деген жылы сөздерді үнемі айтып үйренулеріңіз керек. Олай болса, балдар, адалдық деген бұл адамдықтың белгісі екен. Шоқан Уәлиханов атамыз айтқандай, дүниеде әділдік пен адалдықты ту еткен адамнан артық ешкім жоқ. Зиялы қауым дегеніміз кімдер? Зиялы қауым дегеніміз қоғамның қозғаушы күші. Онсыз ешқандай ұлт алға қарай дамыған емес. Ескі замандардан бастап, сан ғасырларды төңкеріп күні бүгінге дейін қоғамның алға жылжып дамуына игі себеп болған итермелеуші күші болған. Осы ұлт тізгінін ұстаушыларды зиялылар дейміз. Зиялылардың ой қуаты, қаһарлы іс-әрекеттері халқымыздың бұйдасын, бүтіндігін, тұтастығын сақтауға ерен істері мен тарихымызда сақталған. Ұлтымызға бас болған билер, бектер, хандар, сұлтандар, батырларды айтуға болады. Әбу-Насыр әл-Фараби атамыз ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір қасиетіне, ізгі іс әрекетіне байланысты деп айтып кеткен. Адалдықты үндеген Қожа Ахмет Яссауи. Жалтақтардан жан сұрама, жолдан қалған. Жана адалды әр уақытта қолдайды Алла деген екен. Дамуына үлес қосады. Соның бірі Жамбыл атамыз шешен кісі, сөз бастар адал кісі, ел бастар деп еліне адалдықты ту етті. Келдібек ұлы Қазыбек бидің өлең жолдарынан үзінді. Яғни бұл өлең жолдары қазақ халқын ұрпағын адал болуға бағыттайды. Адал болса досың жақын, еркелейтін немерең жақын, өз ұрпағың өзіңе жақын, туылып өскен жерің жақын. Қазақ халқының зиялы өкілдерінің бірі Бауыржан Момышұлы. Әділдікті мойындау адал кісінің ісі деп адалдық пен әділдікті ту етті. Абай атамыз адал еңбекпен мал іздемек, ол арлы адамның ісі деп бекер айтпаса керек. Адамдардың жүрегіне Қорқыт ата мұрасы, оның нақыл сөздері, жырлары, қайсар рух берді. Кемел ізгіліктің дәнін себе білді. Адамдар үлкен өмір алдындағы жауапкершілікті, ерлікті, ізгілікті, әдептілікті, сабырлылықты, төзімділікті, адалдылықты бойларына сіңіре алды.